Баршаңызға сәлем достар. Жасалуы өте оңай әрі тез, дәмді және жұмсақ печеньенің рецептімен бөліскім келіп отыр. Описанияға барлық ингредиенттерді жазып қоямын. Видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Алманы алып үкіштен өткіземіз осылай. Үлкен жағынан. Алма қарайып кетпес үшін лимон шырын бетіне сеуіп қоямыз. Үлкенде ыдысымызға өткізілген алманы саламыз. Керек мөлшерде қантымызды салып, алма мен қантты жақсылап араластырып аламыз. Енді бізге керегі манная крупа, оны да керек мөлшерде алып, осылай бетіне саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Енді қамыр қопсытқышымыз керек. Ванилин қантынан бір қасық саламыз. Осылай барлығын біркелкі етіп араластырып аламыз. Енді бізге мейіз керек. Мейізді жуып саламыз, тағы да араластырамыз. Сұйық майымызды құямыз. Енді бізге керек мөлшерде ұнымызды еліктен өткізіп саламыз. Жақсылап араластырамыз қамырымызды. Біркелкі етіп. Бұл манная крупа өзіне алма шырынын және майды өзіне сіңіріп, кішкене үлкейеді. Осындай жұмсақ болып шығады қамырымыз. Енді қамырымызды алып, бетін пакетпен жауып, 10-15 минутқа тұндырып қойып қоямыз. Енді мінекей дайын болды. Пергамент қағазының бетіне осылай бәрін салып, текстеп салып шығамыз. Шет-шеттерін жөндейміз. 4 бұрышты етіп салдым мен. Қызып тұрған пешке 180 градусқа 15-20 минутта пісіріп аламыз. Міне дайын болды. Енді суытып аламыз. Суығаннан кейін осылай кесіп аламыз. Мен 4 бұрышты етіп кесіп алдым печеньені. Енді дайын печеньемізді алып, осындай ыдысымызға саламыз. Өте әдемі, дәмді, нәзік алмадан жасалған печенье дайын болды. Достар, міндетті түрде осы рецептпен дайындап көрсеңіздер болады. Ұнайды деген ойдам. Енді осы дайын тұрған печеньенің бетіне қант ұнтағын себеміз. Не осылай дастарханға ұсынсаңыздар болады. Енді сіздерге рецепт ұнаса, комментарий қалдырып, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Жанар, барлықтарыңызға ас болсын.